Так, 32-ші есеп. Қатарға жіктеу арқылы каши есебін шешіңіз. Бізде бұл жол өткізгіш теңдеу и дельтау. Дельта деген не? Ол лаплас операторы. Ол неден тәуелді екен? Ол оказывается x-тан y-тан тәуелді. Демек, келешекте егер дельтаны маған қолдану керек болса лаплас операторын, ол менде у xx плюс у y. Берілген функциямнан x бойынша 2 рет қосу берілген функциямнан y бойынша 2 рет туындалады екен. Давайте шығарайық. Мынау менде бір текті емес теңдеу. fx-ті. Міне. Мынау менде бастапқы шарт. Так, енді менің теңдеуім, во-первых, бір текті емес, во-вторых, шарты бар. Теңдеу күрделі теңдеуді кішкене өзімізге жеңілдетейік. Давайте біз оны омега плюс v арқылы жазайық. Біреуінің шарты нөлге тең болсын, то есть шарты оңай болсын, а біреудің теңдеуі оңай болсын. Біреуінде менде теңдеуім у-ты мысалғаша, біреуінде там у и так далее, и плюс е-ті, зато оның бастапқы шарты тупо нөлге тең болсын. А біреуде менде бастапқы шарт бір текті емес болсын, біреуде, бір текті емес болсын. Бір текті емес болсын, но зато бастапқы шарты нөлге тең болсын. Біреуде бір текті болсын, зато бастапқы шарт болады. Сөйтіп екіге бөліп алып деген. Мына fx, мына fx-ті ұмытпайық. Енді қараңыздар, v(x)ті деп отқаным келесі түрдегі формула. Енді формула жаттайсыздар. Формула жаттаудан бұрын түсініп алайық. Мына а деп отқаным мына жерде тұратын а квадрат, соның түбір астында. Ну, а квадрат, соның к дәрежесі еще сыртында. И т-ның к дәрежесі. Енді к-ның факториалы дельта к fx. Так, бұл жерде дельта к fx-ті бұлар как бірге комплект ретінде жүрсін. Бұлар екеуі как комплект ретінде жүрсін. Давайте бүйтіп әдемілеп жазып алып. fx и негізін аяқта y-та бар еді. fx, y. Енді қараңыздар, мен айттым маған, лаплас операторын көрген кезде мен x бойынша 2 рет, y бойынша 2 рет. То есть x-қа да y-қа да бөлек-бөлек тоқталып, и аралары еще қосу болады. Енді қараңыздар, лаплас операторын өлінші рет туындысы деп отқаным мен бастапқы, то есть вообще туындамаймын. Тупо өзін жазып қоймын. Енді бірінші рет туынды деп отқаным. Лаплас операторы просто өзі ол x-тан 2 рет, еще y-тан 2 рет алады. То есть міне. Егер лаплас операторының еще квадраты болатын болса, ол oxx-тан 2 рет туындалады, еще одан тағы да 2 рет туындалады, x, y бойынша. Короче, кәсінті болады. Ең өлі мұнан түсініп. X бойынша 2 рет туындалдым, косинус x-тікі минус синус x, одан қайттан алсам, минус косинус x өзі шығады. Енді, то есть, минус алдында таңба пайда болды. Мына аяқта да тура солай. Синус y-тікі косинус y, косинус y-тікі минус синус y, минус таңба пайда болды. Екеуі де косинус x, синус y бар, екеуінде де минус 1 көбейтіліп тұр. Косинус x, синус y-ті жақшан сыртына шығаратын болсам, ішінде минус 1, азайтылған минус 1, ол минус 2 болады. Міне. Енді қараңыздар, келесіде минус 2. Бастапқы функцияға қарайықшы. Бастапқы функцияда былай тұрды, соңғы функция минус 2 пайда болды. Мынадан мен қазір минус 2-ні ажыратып қойып, тағы алатын болсам, одан тағы минус 2 пайда болады. Одан кейін 4 болды ғой, 4-ті тағы ажыратып қойсам, сосын мынамен ғана жұмыс істесем, тағы минус 2 пайда болады. Сөйтіп, минус 2, 4, минус 8, 16, минус 32, 64 кете береді. Сонда бұдан түсінетініміз, менде мына к-ға қатысты мына минус 2-де өзгеріп отырады. То есть, давайте тексеріп көрейік. Минус 2 мен к деген дұрыс па? Дұрыс алдық па? Минус 2-ның бір дәрежесі минус 2-ның өзі болды. То есть, міне, к 1-ді қойған кезде минус 2-ның өзі болды. К 2-ні қойсам 4 болу керек, Так, 2-ні қойсам 4 болды. Все, мынау дұрыс екен менде. Мынандай үлкен жазудың жауабы мынандай ғана функция болып шығады. Енді давайте, мыналар да бекер берілмеді ғой. Мыналарды да көбейтейік. Жазылым x, y-тан и t-дан тәуелді функция. Енді өрнек или теңдеу жарайды. Енді оны давайте ашайық. Мына жерде а-ның орнында менде 1 тұр. А-ның орнында менде 1 тұр. Дұрыс па? Енді жарайды. Так, енді
Так, -2-ның т дәрежесі, -2 оның к дәрежесі қайдан шықты десеңіздер, мына жерде т-ның к дәрежесі ма, мына жақта -2-ның к дәрежесі ма? Онда -2 т-ның к дәрежесі деп жаза аламын. Әрине жаза аламын, иә. -2 т-ның к дәрежесі бөлінген к-ның факториал. Косинус x синус y. Әдемі. Енді мына жақта давайте есімізге түсірейік матан бірді. Мына естеріңізде ма? E-ның n дәрежесі деп отқаным, x-ның n дәрежесі бөлінген n-ның факториал. Енді қараңыздар, E-ның x дәрежесі деп отқаным, то есть E-ның x дәрежесі ол тең болады x-ның n дәрежесі бөлінген n-ның факториал. Енді мына жақта құсай ма? Құсап жатыр, ә? Мынау как x-ның к дәрежесі бөлінген k-ның факториал болып тұр ма? X-ның орнына менде -2 т тұр. Демек, менде ол E-ның -2 т дәрежесі болады. И жанына мынаны просто көбейте салам. Сонда менде мына формуланы пайдалану арқылы мынаны да жауап шықты. Бұл не? Бұл только пока что в. Енді бізде еще енді есепті аяғына дейін шығару үшін жолай теңдеу құру керек. Жолай есеп шығару керек. То есть міне омега, бағанағы омега ода теңдеу бір текті емес, бірақ бастапқы шарт нөлге тең. Формуласы t-тау, отличасы. t-тау. И мына жақта fx, y еще таудан тәуелді. То есть менде x, y-тан бөлек тағы t деген жері болса, мысалға там синус x көбейтілген t, мысалға t-ның орнына автоматтан тауды қоя салам. Енді қараңыздар, шатаспайық. Лаплас операторы басында айта кеткендей тек қана x и y-тан ғана тәуелді. Мен x-тан 2 рет туындалам, y-тан 2 рет туындалам, мысалға. Бірақ тау деген ол жоқ қой, x-та емес, y-та емес. Шоу значит тұрақты. Тұрақтыдан не то что лаплас оператор, тұрақтыдан просто бір рет қана туындалатын болсам, ол 0 болып кетеді. Значит, ол автоматом 0. Значит, мына жерде k тең 0-ді алсақ, мына жерге 0-ді қойсақ 1, мына жерге 0-ді қойсақ 1, 0-ның факториалы 1, мына жерде E-ның тау дәрежесі и плюс 0. Короче, только E-ның тау дәрежесі болды. Енді қараңыздар, мына жер өтірік, мына жер өте өтірік. Мына жерде өтірік кетіп қапты. Айып етпеңіздер. Мына жерде G, X, T, тау. Мына жерде V, X, T. Ол тең болады 0-дан T-ға дейінгі аралықта G, X, T, тау, D, тау. И енді қараңыздар, бізде міне G деген бар. G деген бүйтіп шығарып, төмінде E-ның T дәрежесі болып қалды. Сонда жаз кетейік. Ол тең болады 0-дан T-ға дейінгі аралықта E-ның тау дәрежесі D тау. Енді қараңыздар. Енді E-ның тау дәрежесі D тау. Енді ол экспонентті интегралдасаңыздар да, туындалсаңыздар да, тем более мына жақта просто T тұр. T квадрат емес, T бөлінген 2 емес, просто тау тұр. То есть интегралда туындысы одно и то же. E-ның тау дәрежесі болып қала береді. Енді оған мәндерді қоятын болсақ, астына бөлек жаз қойын. Мына жергеш 0-дан T-ға дейінгі аралықта E-ның тау дәрежесі D тау тең болады E-ның тау дәрежесі 0 мен 1-дің арасы. 0 мен T-ның арасы. E-ның T дәрежесі E-ның орнына 0-ді таудың орнына 0-ді қоятын болсам, 1-ге тең. Сонда басында не дедік біз? Басында айттық қой. Омега плюс V. Значит, омега деген ол омега деген E-ның -2 T дәрежесі косинус x синус y. Косинус x синус y. Қосылған E-ның T дәрежесі азайтылған 1. Болды. Мынау біз іздеген әдемі дұрыс жауап.